Freedom Broker арқылы қазақстандық компаниялардың акциясын қалай сатып аламыз? Осы бейнеде көрсетемін. Өте мұқият қарап отырыңыздар. Ол үшін Freedom Broker қосымшасына кіреміз. Кіргеннен кейін біз өзіміздің бос қаражатымыз бар екеніне көз жеткізуіміз керек. Яғни акция сатып алмаған, әлі де бос қаражатымыз бар екеніне көз жеткізу өте маңызды. Ол қай жерде тұрады? Ол міне ақшалай қаражат деген жерде көрініп тұрады. Яғни бізде қазір 1104 теңге бар, яғни әлі акция сатып алмаған қаражатым осы 1104 теңге. Енді біз өзімізге керек компанияның акциясын іздейміз. Іздеу үшін мына жерде баға белгіленімі орысша болатын болса котировки деп тұрады. Осыны басамыз. Осыны басқаннан кейін тикер бойынша іздеу деген жерге өзімізге керек компанияның тикерін жазамыз. Тикерін. Қазақстандық компаниялардың тикерін назарыңызға ұсындым. Осы жерден көрсеңіз болады. Мысалы, мен Халықбанкті сатып алайын деп жатырмын. HSBC деп жазамын. Сосын ең бірінші тұрған кіремін. Ең бірінші тұрғанға кіремін. Содан кейін өте мұқият назар аударыңыздар. Сағат қазақстандық компаниялардың акциясын біз сағат 11:30-дан кейін ғана сатып ала аламыз. 11:30-дан кейін ғана сатып алуға мүмкіндігіміз бар. Дүйсенбіден жұмаға дейін. 11:30-дан 17:30 аралығында ғана сатып алуға мүмкіндігіміз бар. Сол аралықта ғана сіз қазақстандық компаниялардың акциясын ала аласыз. Осыдан кейін саудалау дегенді басамыз. Саудалау батырмасын басқаннан кейін осы жерге өзімізге керек акцияның санын жазамыз. Басқа ештеңеге тиіспеңіз. Тек өзіңізге керек акцияның санын жазыңыз. Мысалы, бізге 2 дана керек болатын болса, біз 2 деп жазамыз. 2 деп жазғаннан кейін қазір біз Халықбанктың акциясын 2 данасын 691 теңгеге сатып алайын деп жатырмыз. Осыдан кейін сатып алуға бұйрық шығару дегенді басасыз. Содан кейін растау үшін жоғарыға қарай сырғытамыз. Яғни өйстіп жоғары қарай сырғытқаннан кейін тапсырыс сәтті орындалды деп көрінеді. Міне, қарайтын болсаңыз, бізде қараңыз. Нарық бойынша HSBC 2 дана сатып алуға бұйрық орындалды дейді. Яғни біз бұны сатып алдық деген сөз. Орындалды деп тұратын болса, онда сатып алынды деген сөз. Белсенді болып тұратын болса, егер, онда әлі сатып алынған жоқ, тек бұйрық жіберілді деген сөз. Сәл күтесіз, сәлден кейін ол сатып алынатын болады міндетті түрде. Қараңыз, ұмытып кетпеңіз, тағы да ескертемін. Дүйсенбі мен жұма аралығында сағат 11:30 пен 17:30 аралығында тек қазақстандық компаниялардың акциясын сатып ала аласыз. Яғни сол уақыттарда ғана қазақстандық компаниялардың акциясын сатып алуға мүмкіндігіңіз болады. Енді мына жерде портфель қайтан өтеміз, сырғатамыз. Бағана біздің қаражатымыздан енді 413 теңге ғана қаражат қалды. Қалған 600 теңгесін біз жаңа көргендеріңіздей Халықбанкке жұмсадық. Енді міне қараңыздар, 2 дана Халықбанк сатып алдық. Біз 345 теңгеден деп көрсетіп тұр. Енді біз бұның үстін басамыз. Енді сіздерге сатуды көрсетемін. Сату үшін мына жерде үстін бастық қой, біздің портфелімізде пайда болды ғой. Сату үшін үстін басамыз. Содан кейін сату деген батырманы басамыз. Бізде 2 дана бар тұғын, жаңа 2 дана сатып алдық. Біз енді оның біреуін сатып жіберейін деп жатырмыз. Осылай 1 деп жазамыз. Сату, мына жерде сату деп тұр. Міне, сатуға бұйрық шығару дегенді басамыз да, жоғары қарай көтеріп, біз оны сатып жібереміз. Міне, сатып жіберілді. Яғни біздің Халықбанк бағана сатып алдық 2 данасын, енді 1 данасын сатып жібердік. Сатып жіберу міне осылай орындалады. Сіздер енді мен сіздерге түсінікті болу үшін бірден көрсетіп жатырмын. Мысалы 200 теңгеге алсаңыздар, сіздер болмаса Халықбанктың акциясын 300 теңгеге алсаңыздар, оны 500-ге дейін күтіп, яғни акция бағасы өскеннен содан кейін барып сатсаңыздар болады. Ол бірден сату міндет емес, тек сіздер үйренсін деп бір бейнеде бірден көрсетіп жіберіп жатырмын. Міне осылай іске асады. Өзіңізге керек компанияның акциясы тикерін осы жерге жазасыз. Мысалы қазір біз айтайық, қазір біз Forte банктың акциясын алғалы жатырмыз. Үстін басамыз әдеттегідей. Содан кейін саудалау дегенді басамыз. Саудалау дегенді басып, өзімізге керек осы жерге штуктың санын жазамыз да, осылай готов деп жаңағыдай сатып алатын боламыз міндетті түрде. Бағанағы бейнеде көрсеткендей. Осылай ең бастысы ұмытпауымыз керек, сағат 11:30 пен 17:30-дың аралығында, дүйсенбі мен жұма аралығында ғана қазақстандық компаниялардың акциясын сатып ала аламыз.